ене мен келіннің арасында, жалпы адам мен адамның арасында мысалға осындай бір нестыковкалар болып қалады ғой. Сонда не дейді, біз шариғатымызда не дейді, бұның негізгі құтылатын нәрсесі дейді, бұдан құтылудың ең негізгі жолы, имам Шафиғи айтады да, адамның разылығын көздемеу дейді. Сосын адамнан бір нәрсе күтпеу дейді. Болды. Екі нәрсе. Яғни сіз одан бір нәрсе күтпейсіз, сосын өзіңізді оның өзіңізден разы болғанын қаламайсыз да, менен риза болсын деп, және одан да бір нәрсені күтпейсіз. Түсіндіредім ба? Осы қағида. Екіншісі мына нәрсе. Ғалымдар, ислам психологиясында ғалымдар айтады, психологтар да айтады да бұны. Мына көңіл деген нәрсе бар. Бұны қалып дейді негізі, арабшада қалып, қазақшада көңіл дейді. Жүректің рухани әлемі дейді. Сосын сана деген нәрсе бар. Біздің енді ар-жданымыз бұл руханиятымызға тиесілі дүние ғой. Сол себепті мынау осы көңіл, ар-ждан, руханият бәрін бірге алады дағы не дейді? Осы екеуін таза ұста дейді. Осы екеуін таза ұста дейді. Яғни сіздің сыртыңыздан біреу әңгіме айтуы мүмкін, жаман сөз айтуы мүмкін. Сіз оны естіген кезде, егер сіз көңіліңізге алып қойсаңыз, санаңызға оны алсаңыз, ұстап жүрсеңіз, санаңыз, ол неге маған олай айтады? Мен ол жайында үйтіп айтпаймын ғой. Мен одан вообще ондай нәрсені күтпеп едім деген сияқты нәрсемен санаңызға, көңіліңізге алсаңыз, сіз өзіңізді былайша айтқан кезде психологиялық тұрғыдан, рухани тұрғыдан әлсір етесіз. Өзіңізге кедергі жасайсыз. Бұл жерде ғалымдар не дейді? Бұрын мысалға ғалымдар бүйтетін болған. Бір кісі сыртынан әңгіме айтса, ол кісіге барып рахмет айтып кететін болған. Алла разы болсын саған деп. Мен күнәм итак көп еді, сен менің күнәмді алдың ғой деп ше. Рахмет саған деп ше айтып кететін болған кейбір ғалымдар. Бұл жерде енді олай айтудың қажеті жоқ. Бұл енді мысал ретінде айтылады ғой. Бірақ бұл жерде ғалымдар бүйтеді. Мысалға бір кісінің тарапынан сізге қатысты жаман сөз айтылса, немесе жаман сын пікір айтылса, немесе келіспеушілік болса, қойшы сен осылай айта береді екенсің деген сияқты нәрселер болса, біз кейде соған ренжіп қаламыз ғой. Сондай нәрселер болып жатса, немесе жаман бір іс-әрекет, жаман бір қиянат сияқты бірдеңелер болып жатса дейді, ол дейді кімнің проблемасы дейді? Ол жаңағы адамның проблемасы дейді. Енді сіз ол проблеманы неге өзіңізге аласыз дейді, көңіліңізге, санаңызға неге оны қондырасыз дейді. Ол адамды сол проблемасымен тастап қойыңыз болды дейді. Яғни ол сіздің проблемаңыз емес. Сізді біреу ғайбаттады ма, ол сіздің проблемаңыз емес. Оны сіз көңіліңізге алып санаңызға кіргізсеңіз, міне проблема сол жерден басталады. Сол кезде сіз өзіңізді әлсір ете бастайсыз. Ал сол проблеманы ол адамның өзімен қалдырдыңыз бол, ертең өзі жауап береді болды. Сол себепті бұл жерде осындай нәрсемен қарау керек. Мына мен мынаны жаңағындай таза ұстау керек. Мысалы, ене мен келін арасында қарым-қатынас. Мысалы, ене мен келін арасында қарым-қатынас. Енесінің әрбір айтқан сөзін келін көңіліне, санасына ала берсе, бір күні жарылады. Енесімен ырду-дырду болады, сосын күйеуіне айтады, бөлек тұрамыз дейді. Немесе енесі келіннен болған кейбір мәселелердің бәрін көңіліне, санасына ала беретін болса, жарылады бір күні, баласына айтады, мынаны апарып тастаса 4 күні дейді болды. Кейбіреу шайыңны ағарып кетіпті десе, соған ренжиді мысалға кейбір келіндер. Мына шайыңды кішкене ысытып әкелші келін жанау десе, соған ренжиді мысалы. Оның бәрін көңіліне ала береді. Әрбір мелочтың бәрін. Олай болмайды ғой. Сол себепті ғалымдар не дейді? Мынаны таза ұста дейді, болды дейді. Осы нәрсені таза ұстасаң, бәрі оп-оңай өтеді дейді. Мысал келтірейін. Мысалға Омар ибн Абдул-Азиз деген халифа болған, 5-ші халифа деп айтылады. Сол кісі халифа бола тұрып, бір күні мешітке келіп, адамдардың арасында жаңағыдай енді қол алысу бар, не қылу бар, сөйтіп жүрген кезде андай бір бұрышта бір адам ұйықтап жатқан ғой. Соның аяғын байқамай басып кетеді, немесе аяғы тиіп кетеді. Ана кісі ұйқыдан шошып кетеді, оянып кетеді. Енді ұйықтап жатқан адам обычно енді ұйқыда шошып оянады ғой адамдар, сондай бір қатты бір тиіп кеткен кезде жағдайда. Сөйтіп атып тұрады дағы, халифаның келгенінен хабар жоқ. Сен жындысың ба дейді халифаға. Байқамайсың ба, жындысың ба деп. Кәдімгі бізде айтамыз ғой, жындысың ба, байқасайшы деп. Сонда жаңа халифа ана кісіге қарайды да, не дейді? Жоқ, мен жынды емеспін дейді. Сосын болды, жаңағыдай істерін жасап кетіп қалады. Сөйтіп жаңағы айналып келіп кейбір кісілер ана кісіге ұрсады. Ей, сен деген халифаға не? Сөйтіп жаңағы жанындағы бір-екі уәзір айтады. Омар мырза дейді. Сіз жаңағы ана кісі осылай деген кезде сіз жындысың ба деп айтты ғой сізге дейді. Сіз жоқ деп қалай оп-оңай кетіп қала салдыңыз дейді. Сонда ол айтады. Омар ибн Абдул-Азиз не дейді? Енді ол кісі менен сұрады ғой дейді. Сен жындысың ба деп сұрады ғой дейді. Мен жынды емеспін ғой дейді. Сосын жоқ деп айттым дейді. Болды, кетіп қалдым дейді. Көрдіңіз бе? Мынаған кіргізбеген да. Егер ол санасына көңілін алатын болса, ана жатқан кісінің басы кететін еді, түсініп отырсыз ба?
ана жақта, өйткені халифа ғой, анау санасына егер жүрегін алып ана жерде ашуланатын болса, айтатын еді, мынау кім, мынау маған бүйтіп айтады, мынау басын кесіңдер анан дейді. Болды. Көрдіңіз бе, мәселені қалай оп оңай өткізіп жібере салған. Жындысың ба деді, жауабына сұрағына сай, жоқ, мен жынды емеспін деді. Болды. Ол нәрсені мына жаққа кіргізіп отқан, мына жақпен шешіп тастады, сат жақпен шешіп тастады, болды. Сол жерде қалдырып кетті ол мәселені. Түсіндірдім ба? Тура осы секілді біздің өміріміз осындай принциптер болу керек. Біз біреумен қарым-қатынасқа барысында оған неге ренжиміз біреудің? Бізге айтып қалған біреулер приколына ренжиді, мысалы, қалжыңына ренжиді. Дұрыс емес қалжыңдап қалады енді кейбір адамдар, соған ренжіп қалады. Немесе сыртынан бір әңгіме айтып қояды, соған ренжіп жүреді. Ренжитін нәрсе емес, ол проблеманы сол адаммен қалдыра салу керек, болды.